Мен ештеңе қаламаймын, маған ешкім қажет емес, мүлде мен ешкімді жақсы көрмеймін. Бұл контекст тағдырына қапаланып, жалмышынан нәлет етқан зиялының сөзі. Қоғамның алға басып, ізгілікке мойын бұруы жүрек түпкірінде жатқан махаббат құдіреті дейді ол. Халықаралық театр бәйгесіне қонақ бола келіп, көрермен назарына Антон Чеховтың «Менің сүйікті ағатайым» спектаклін ұсынған Мұхтар Әуезов театры мегаполис тұрғындарын ойға батырды. Қоғам сана қайшылықтарын кейіпкер болмысымен астастыра суреттеп, көрермендерді мейірімді болуға шақырды. 6 күнге созылған театр фестивалін Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театры түйіндеп, халық ықыласын иеленді. Сахна залы көрерменге лық толып, ине шаншыр орын қалмады. Тіпті қойылымға құмартқан жұрт тікесінен тік тұрып, спектакльді есік сағасынан сығалай тамашалады. Барлық адамның тағдыры туралы. Бір қазіргі заманға сәйкестіріп келетін болсаң, бір деңгейде тұрып қалған адамдар ғой. Өскісі келеді, өз дамысы келеді. Тәжірибелі әртістер көрерменге күнделікті күйбең мәселелерін ұмыттырып, спектакль ішіне үйіре алып кетті. Жұмысбасты зиялының бір сарында тіршілігін арқау еткен қойылым көрерменге ерекше әсер қалдырды. Олжалғас Темірова мұғалім, театр жанкүйері, театрға студенттерін ерте келген ұстаз сабақ уақытында сахна өнерін талқылауда әдетке айналдырған. Біздің университетіміздің әкімшілігіне де ризалығымды білдіргім келеді, себебі олар бізді қазір сабақтан босатып осылай жіберді. Мұхтар Римов Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік театрының бас режиссері. Фестивальге биыл екінші рет қатысып, тәжірибе алмасқан маман дәстүрлі түрде өтіп отыратын театр додасы жылдан жылға дамып, өсіп келетінін айтады. Осындай фестивальдар көп болып тұрса, біз театр жөнелісі болсын, көркем өнер жөнелісі, өнер саласы жүдә деңгейі жоғары көтеріле береді. Себебі тәжірибе деген ең үлкен баға. Бірінші білім емес, тәжірибе дейді ғой, әрине қасында біліммен болады. Спектакльді үйіп тамашалаған көрермен қойылым соңында театр ұжымына қошемет көрсетіп, ыстық ықыласын аямады. Қанат Жолдасбек, Нұркен Жалбиев, Диана Аблязиз, жаңалықтар.